ол послеродовая депрессия. Енді ол қазір декретте отырған ана блюз ба, ол депрессия ма, еркелік па, может өзінде, соны қалай ажыратып ала алады өзі. Бірақ үңілетін болса, оның мағынасын аман есен жаның қалсын деп жатыр да. Өліп қалма деген сөз. Иә, өйткені бұрын действительно өлетіндер өте көп болған. Босанғаннан кейін келіншек, жаңа сіз айтып жатырсыз, әртүрлі психотип, әртүрлі шығады деп депрессиядан. Соны қозғап кетсек кішкене. Не, сол бір баланы да жетістіріп бағамай жатырсың ба деуі мүмкін? Баршаңызға сәлем. Сіздермен бүгін мен, дәрігер акушер-гинеколог Жанар Ержан. Бүгін менде қонақта психолог маман Шұғыла ханым, бізде психолог практик, Нұр-Мүбарак университетінің мұғалімі, және де PhD доктор. Бүгін Шұғыла ханым уақытыңызды бөліп подкастқа келіскеніңіз үшін сізге көп рахмет. Тем более айтып жатырсыз, көп жерлерге отказ беріп жатырмын, уақытым жоқ деп. Сізге көп рахмет. Бүгінгі подкаст пайдалы болады деп үміттенемін көрермендерге. Және де мен сразу өте маңызды, актуалды тақырыптан бастағым келіп тұр. Ол послеродовая депрессия, яғни көптеген жүкті келіншектерде босанғаннан кейін кездесетін осы депрессия. Сізге сұрағым психолог ретінде, практик психолог ретінде, жалпы осы депрессия жағдайы жалпы қаншалықты жиі кездеседі біріншіден, екіншіден қандай себеп бұл нәрсеге алып келеді? Неге кейбір әйелдерде болады ол, кейбір әйелдерде болмайды? Бірден тақырыпқа кірейік. Өте актуальный сұрақ, себебі менде өзімнің жеке практикаларымда өте көп клиентский запростар болады. Декретке аман есен әйтеуір баламды туып алсам дейді, баласын туып алады да, одан кейін послеродовая депрессияға кіріп кететін әйелдер өте көп. Енді бұның себептері бірнеше факторлар әсер етеді. Бұл жерде мен өзімнің экспертностьмен қарайтын болсам, вообще адам психотип дейміз ғой, адамның психотипі болады да. Кейбір психотип бойынша адамдар уже тіпті мынау жаңағы декретке дейін, босанбасқа дейін өзі депрессияға бір табан жақын болады. Жалпы адамның психотипі сондай. Адамның психотипі сондай болады. То есть оны біз кәдімгі психологияда оқыған кезде депрессивные типы личности деп оқимыз. То есть депрессивные типы личности ол негізі именно декрет оған әсер етті емес. Оған әсер ететін дүниелер өте көп болуы мүмкін. Ол подростковый периодта да сол депрессиямен өтті негізінде. Ол қарым-қатынастағы проблемалар кезінде де осындай бір шиеленістерде кішкене тіреліп қалады сол жерге. Ал енді декрет үлкен бір мықты себепті, триггер мықты себеп сол жерге қайтадан ілініп қалуына. Шұғыла ханым, сразу осы жерде сұрағым қойып кетейінші. Мысалға, ол адам сондай депрессияға бейім адам екен қалай біле алады жалпы? Мысалға, жүкті емес, жалпы қыз мысалға, ол или келіншек, ол қалай біле алады? Ол сондай адам екен, психотип сондай екен. Оның өзі біле алмауы мүмкін негізінде, өйткені ода жаңағыдай бір анализ жасайтын, рефлексия жасайтын білім болмауы мүмкін де, бірақ психологиялық кішкене сауатың бар болса, ол нәрсені анықтау оп-оңай. Қалай? Өмірге деген құлшыныс кішкене төмендеу болады. Адамдардың қарым-қатынасында көп нәрсені сен көңіліңе алғыш боласың. Ренжігіш боламасың да? Ренжігіш боласың. Негізі әу баста оның басы жаңағы детская травмада жатыр ғой. Қанша біз детская травманы жапқымыз келеді, ол темаға кіргіміз келмейді, бірақ дегенмен де оның түбі, анау зададық дейміз ғой, егілген түбі сол детская травмада жатыр. Егер бала кішкентай кезінде сондай вообще туылғаннан ақ психофизиологиясы әлсіздеу бала болады да. Психофизиологиясы әлсіз бала қалған психофизиологиясы мықты типке қарағанда кез келген болып жатқан үйдегі событияларды, мысалы садикке барса да ол более чувствительный болады, қиындау болады. Енді ол бала әдейі жасамайды оны, адам оны әдейі жасамайды. Ол енді жаратылысы сондай. Мысалы кейде болады, бір жанұяда екі бала өседі, ата-анасының ұрыс-керісін екеуі де көреді, бірақ бір адам позитивный, оны даже ұмытып кеткен өскен кезінде, ал екінші бала ол өмір бақи сол есінде, сол травмада, сол үшін ол переживать етеді, сол бір өзінде бір отпечаток қалдырады да, сол туа біткен психотиптеріне байланысты, байланысты. Есіңізде болса, біз бұрын бір тікелей эфир жүргізген кезде темперамент туралы қозғағанбыз. Мысалы, именно темпераменті әлсіз типтер, жаңа флегматик, меланхоликтар, олар өте чувствительный болады да. Олар кез келген болып жатқан жағдайларды жүрегіне қатты қабылдайды. Және ол сол жерден оңай шығып кете алмайды.
енді ол әдейі жасап жатқан жоқ, қайтадан оның табиғаты сондай. Енді алла тағала сондай адамдарды жаратты. Барлық адам алып ұшып бір позитивный емес қой. Кейбір адамдар сондай бір интроверт, спокойный болады. Интроверт адамдар әлдеқайда жаңағыдай бір чувствительный болады да. Сол кезден бастап оның жаңағыдай өмірінде өте көп қиындықтар болған болса, ол адам, яғни бала мамасымен, анасымен өте көп жаңағыдай разделениялар болған болса, бөлінген, ажыраған болса, немесе оның өмірінде жаңағыдай отбасылық кризистар өте қиын өткен болса, жоқшылық деген сияқты, немесе бір ата-ананың ажырасып кетуі, енді көп қой өмірде ситуациялар, себептер, соның барлығынан ол ақырын соның әсері, ықпалы оның психикасында ақырын жинала береді. Одан кейін жаңағыдай өмірлік үлкен событиялар, мысалы тұрмысқа шығу, тұрмысқа шыққаннан кейін жаңа балалы болу деген дүниелер бұрын өткен шақта жиналып келе жатқан дүниелерді қопаруына алып шығады. То есть стимул болады да, бірден реакция жүреді. Реакция ретінде оның депрессияға кіріп кетуі болады. Вот мысалға сол меланхолик балалар делік, действительно сондай балалар бар. Жүрегіне қатты қабылдайды, ренжігіш. Ол адам енді мысалы ертең подросток болады ол бала. Бойда қыз болады. Сол моментте ол күйеуге шыққанға дейін сол проблеманы өзі шеше алады ма? Или ол туа біткен темперамент ол солаймен қала ма? Өзі шеше алады қай жағдайда. Егер вообще доброжелательный орта дейміз ғой. Бұндай адамдарға орта мықты әсер етеді. Орта дегенде таныс өзінің құрдастарын айтасыз ба, немесе жанұядағы атмосфераны айтасыз ба? Кез келген. Жалпы оның қасында оған сырттан бір себепші болу керек. Енді әлеумет адамға әсер етпей қоймайды. Әлеумет әсер етеді. Мысалы, жаңағы психотипті мықты адамдарға ол әлеуметтің әсері қанша ықпал етіп тұрса да, ол жерден ысытылып шығалады. Ода внутренний ресурс көбірек болады. Сөйтеді да, ол жаңағыдай дүниелерден ысытылып шығалады. О, мықты екен, жігері мықты екен, духы керемет екен деп айтып жатамыз да. Ал кейбір адамдар өкінішке орай шыға алмайды. Ол моменттерде олар керісінше депрессияға түсіп кетеді. Депрессияға кетіп қалады. Ондай адамдарға көмек керек. Ол адам сен жалқаусың, сен жігерсізсің, сондықтан осылай болып жатырсың деген сайын ол төмен түседі. Енді өмірде барлығы әділетті деп ойлаймын да. Ондай адамдарға негізі жақсы адамдар кездеседі негізі ше. Бірақ енді қараңызшы, мен қазір сіз менің ана бір болевая точкамды қозғап жібердіңіз да. Менің өзім қызым сондай да. Бір қызым позитивный, екінші қызым сондай меланхолик. Мен негізі тесттен өткенмін, екеуін де өткізгенмін. Енді ол біреуі далада жаңбыр жауып тұрып, күн жылы болып тұрса, екінші қызым жылы екенін байқайды, ал бірінші қызым жаңбыр жауып тұрғанын байқайды да. Енді ол қызға, мысалы, сол меланхолик қыз болсын, ол бала болсын, ата-анасынан бір қандай бір көмек беруге болады. Өйткені енді менің көрермендерім көбісі жас ата-аналар ғой. И ондай ранимый балалар бар. Оларға қандай поддержка беру керек, мысалға, қандай направление беру керек, может быть, өзінің жаңағы ортасын құру керек па, керекті деген сияқты. Бұл балаларға сырттан сенім, әрине ең бірінші ол ата-анасы. Ата-анасы баламен эмоционалды тұрғыда көп жұмыс жасаса. Көп болғанда қалай, енді таңертең кешке шейін біз баланың қасына отырмаймыз. Дегенмен де осындай бір қиын сәттерде оның қасында болу. Ақыл айту емес, ананы үйт, мынаны бүйт деген бір жол сілтеулер емес, просто қасында болу. Өйткені бұл адамдар сол сезімді бастан өткеруі керек. Неудача болса, сол жерде жылап алу қажет болады. Немесе, мен сенің жаныңды түсініп тұрмын, қазір саған қиын болып тұр деген жаңа присоединение техникаларын жасауға болады. Жалпы бұл адамдардың өмірі қиын болады деген сөз емес. Бұл адамдар да ертең есейгеннен кейін психикасы қатаяды. Менің де мысалы ортанша балам более интроверт бала. Ол сондай өнерге жақын, оған уже подход басқаша болу керек. Болды. Просто, мысалы, сен неге анау сияқты емессің десең, бітті қатайып қалады сол жерде. Өзіне жабылып қалады. Уайымдайтын нәрсе емес қой деп бірденен уайымын құнсыздандырсаң, бітті, все жабылады бала. Сол біз құнсыздандырамыз ғой. Ол жылайтын нәрсе емес қой деп. Енді негізі сіздің дүние танымыңыз үшін ол жылайтын нәрсе емес. Бірақ оның реальності бар да. Субъективный реальностьтар болады ғой. Оның реальностінде ол оған жанына қаттырақ батып тұр. Медицинада болевой порог деген бар ғой. Мысалы, кейбіреуге, мысалға, кесіп атсаң да, жыртып атсаң да, оның сезімталдылығы кішкене жоғары, төзімдірек. Ал кейбір балаларға жаңағыдай бір
тиіп кетсең баж етіп айғайлайды. Дәл сол сияқты да психикада болевой порог деген оны болевой порог деп айтамыз, эмоциональная толерантность деп айтамыз да. То есть анау эмоциялары кейбіреудің көп нәрсе сияды. Мынау бір құтыға, мысалы мына ыдысқа көп дүние сыйғыза алады кейбір психика. Ал кейбір психика мынаған толтырса бітті, ары қарай ол көтере алмайды оның психикасы. И осы жерде біз ата-ана ретінде біз соны білсек, сол жеткілікті. Ана балаға біз көбірек құнсыздандырсақ болады деп айтуға болмайды, конечно. Ол бала бұндай ситуациялардан жеңіл өтеді, ал мына бала ондай ситуациялардан қиын өтетінін түсінсек болғаны. Неге қиналып тұрсың, трагедия жасама деудің орнына, я балам, қазір саған оңай емес, мен сені түсінем, но это пройдет, я рядом, мен сен қасындамын, кез келген қиын жағдайда сен маған келуіңе болады, мен сенің эмоцияңды көтерем деген жаңағы эмоциональный контейнер екеніңізді білдірсеңіз, балаға жеткілікті. Болды, балаға одан артық нәрсе керек емес. И осы жерден бастап баланың интроверт болсын, меланхолик бала болсын, психикасы жайлап қатая бастайды. То есть балада мамасы арқылы ода тірек қалыптаса бастайды. Оның сыртқы тірегі бар, сыртқы тірек ақырын ішкі тірекке ауысады. Бізде енді қазір модный, трендовый сөздер бар ғой, жаңағы внутренняя опора деген, сол міне внутренняя опора мамасы арқылы қалыптасады да, ол өмірде өзінің проблемаларын шеше алатын болады. Біз жаңа анау декреттік депрессиядан бала ауысып кеттік қой, ойымда сол тұрды, соны аяқтап тастасақ. То есть осылай ол жаңағыдай тұрмыс құрып ары қарай декретке кірген кезде ода послеродовая депрессия басталады. Бір сұрақ, Шолахан, получается, депрессияға бейім адамдарда ғана бола ма, немесе өмірге позитивный қарайтын күшті келіншектер болады? Позитивный, оларда да кездесу мүмкін ба? Болады. То есть мына адам депрессияға кірмейді, немесе мына адам кіреді деп біз айта алмаймыз. Бірақ ықтималдылығы жоғары депрессивный типы личности, олар жоғары ықтималдылықпен кіруі мүмкін. Енді ықтималдылық деген нәрсемен, ал енді опять-таки осы жерден біз жаңағы екі типті адамды депрессиядан шығуды әртүрлі. Кейбір адамдар үшін жеткілікті бір айда страдать етіп алады, үлгереді. Кешірім өтінем, Шолақ ханым, қазір шығу туралы айтамыз, бірақ енді сол декретте отырған ана өзіне депрессия бар екенін қалай анықтауға болады? Мысалға, мен өзім бірінші қызымды босанған кезде мен ойлаймын, менде депрессия болды деп. Бірақ сол кезде жастық па, білімсіздік па, мен депрессияда екенмін деп түсінбедім. Но депрессия деп те айтуға болмайды, бір послеродовой блюз болған шығар, может. Бірақ білімнің жетіспеушілігінен сол уақытта мен анықтай алмадым да, мен ойладым, мен өзім характерім сондай, мен өзім сондаймын деген сияқты. Енді қазір декретте отырған ана қалай анықтау керек? Өзінде блюз ба, ол депрессия ма, еркелік па, может, өзінде соны қалай ажыратып ала алады өзі? Негізі депрессия бұл уже жаңағы бүкіл ұлттық, бүкіл жаңағы денсаулық сақтау ұйымдарында, бұл МКБ-да уже бекітілген бұндай диагноз бар. Бұл жаңағы айтқандай еркелік, еріккендік, тәлпіштік емес. Кәдімгідей депрессия бар. Енді депрессияның белгілері қандай болуы мүмкін? Жаңа сіз айттыңыз ғой, менде болды депші. Сосын депрессияның табалдырығы бар. Субдепрессия деген бар. Субдепрессия депрессияға жетпейді, но до депрессиальный состояние болады. Кейбір адамдар одан шығып кете алады. Ода ішкі ресурс күш жетеді, ысытылып шығып кетуіне. Кейбір адамдарда жетпейді. Сенікі неге жетпей жатыр деп, опять-таки оны кінәламаймыз, өйткені ішкі психикалық ресурсы ода аз әубастан. Сондықтан ол жерден шыға алмайды. Енді белгілері қандай? Негізі, опять-таки, клиническая депрессияның белгілеріне қазір бірінші тоқталамыз. Депрессия, клиническая депрессия деп те айтылады. Ол уже когда уже прям диагноз. Ол уже, кәдімгідей диагноз, ол жерде кәдімгідей психиатрлар, клинический психологтар жұмыс жасайды. Оған медикаменттер арқылы ғана емделетін депрессияның түрлері бар. Оның түбі негізі нейропсихологиялық зерттеулер айтылған, кәдім зерттелінген. Ол жерде жаңа мелатонин, серотонин, дофамин, кәдім гормондар бар ғой. Сол гормондарды ми, нейромедиатор деп айтамыз ғой, ми дұрыс бөлмейді. Енді өзіңіз ойлаңызшы, сіздің миыңызда серотонин гормоны дұрыс бөлініп жатқан жоқ. Сіз қалай оны тәлпіштік деп айтасыз? Сіздің күшіңіз, сіздің еркіңізден тыс болып жатқан дүние, ол сіздің миыңыздағы ерекшелік. Жаңа депрессивный личностьтарда ол болады. Серотонинді ол қайдан алады?
серотонин сырт жақтан бір өзімен өзі бүйтіп мына тамақты жесең серотонин көбейеді дейтін нәрселер өте аз менің білуімше, иә. То есть оған міндетті түрде уже медикамент керек болады, дәрі-дәрмектер керек болады. Жаңа темамыздан қайтадан ауытқып кетіп жатырмыз. Белгілері қандай? Клиническая депрессияның белгілері 2 апта бойы клиент, мысалы пациент деп айтайық, 2 апта бойы пациент төсектен тұруға желаниясы жоқ. Тіпті базовый қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін де тұрмайды. Ол 2 апта ма или 1 апта болса ше мысалға? Енді 2 апта деп көрсетеді. Может, плюс-минус деген дүниесі бар шығар. Менің өзімнің оқуым бойынша 2 апта. То есть 2 апта бойы адам жатады. Бұл жай әлсіздік емес. Бұл жерде мысалға шатастырып алмау керек та оқырмандар. Кәдімгі былай әлсіздік деген состояние болады ғой, мысалға өзің түсінесің, мысалы D3 төмендеп кеткен кезде, давлениең төмендеп кеткен кезде, анемия болғанда бір әлсіздік болады да. Бұл мұндай әлсіздік емес. Ол әлсіздікке қосымша психологиялық тұрғыда мынандай бір басылып қалады адам. Өмір қызық емес. Иә, өмірге құлшынысы жоқ. Балаң жылап жатыр ма, үйіңе қонағың келгелі жатыр ма, бәрібір. Бұл кәдімгі таза клинический белгісі. Ешқандай қызығушылық жоқ, және бұл адамдарда жаңағыдай апатичное настроение, яғни түсінікті жағдай, тіпті суицидальный ойлар да болуы мүмкін, потому что өмірден мән жоғалтқан. Өмірде мән жоқ. Ары қарай өмір сүріп не қажеті бар? Мен сондай бір өмірге менің барым жоғым ешкімге білінбейді, мен лучше өле салайын деген сияқты. Клиническая депрессияда жүрген адамдардың 80% суицидальность туралы ойлайды. Жасамаса да ойлайды. Ойлаудың өзі уже негізі опасность. Мысалы, мен клиенттермен жұмыс жасаған кезде жасадың ба суицид деп сұрамаймын. Суицид туралы ой келе ма деп сұраймын. Ой уже предпосылка. Ой болса, ол әрекетке ауысу оңай. Сондықтан осындай бір моменттер бар. Енді сосын кейін скрытая депрессия деген бар. Скрытая депрессия вроде сыртында барлығы күшті, бүкіл жаңағыдай шамасы келгенше әрекеттің тірлігін жасайды, бірақ ішінде сондай бір жаңағы мен айтқандай белгілері бар. Өмірге деген қызығушылық жоқ, ешнәрсе жасағысы келмейді, жаңағы жасап отырған әрекеттердің барлығын сырт адамдар үшін, мысалы баласы үшін, күйеуі үшін, ата-анасы үшін деген сияқты біреу үшін сол әрекеттерді жасап қана өмір сүретін адамдар бар. Өз-өзін қинап жасайды ғой. Өз-өзін қинайды. Өте көп бұл жерде ресурс кетеді. Адамдан өте көп ресурс кетеді. Себебі өзінің ішкі мотивациясы жоқ. Тек қана жаңағы сырт жақтағы адамдар қиналып қалмасыншы деген сияқты оймен жүреді. Бұл скрытая депрессия. Енді послеродовая депрессияға тікелей әсер ететін тағы да өзіңіз білесіз, ол гормондардың әлі балансқа түспеуі. То есть мысалға жаңағы біз бастапқы теманың басындағы айтқан дүние, депрессивный типы личности да гормональный өзгеріс болады, қалыпты ешқандай депрессиясы жоқ адамдарда да гормональный өзгерістер болады. И ол гормондар міндетті түрде біздің ағзамызға әсер етеді, психикамызға әсер етеді, біздің психоэмоционалды күйімізге әсер етеді. Сөйтеді де адамда белгілі бір депрессивный состояние болады. Енді мен үшін өте қатты көп кездесетін кейстер, бұл депрессияға алып баратын әлеуметтік факторлар бар. Біз бағаналы бері ішкі факторларды айтып отырмыз, енді әлеуметтік факторлар туралы айтқым келіп тұр. Қазір ойымды жоғалта алмай тұрған кезде. Әлеуметтік факторлар бұл тікелей Инстаграммен байланысты. Успешный успех, мен декретте отырмын, бірақ 10 миллион тауып отырмын, мен декретте отырсам да ана тірлікті бітірдім, мына тірлікті бітірдім деген сияқты. Осы дүние тікелей әсер етеді деп айта аламын. Мен даже жақында бір танысым айтқан болатын, Инстаграмды қарасам, мен өмірден қалып қалған сияқтымын дейді. Жизнь проходит мимо меня. Мен солай сезінемін дейді декретте отырған келіншек. Ол сонда тоже субдепрессивное состояниеге жата ма или қалай? Оны біз субдепрессивное состояние деп айта алмаймыз, әлі өйткені ол депрессияға кірген жоқ. Өйткені онда белгілері болмаса, басқа белгі жоқ мысалға. Басқа белгі жоқ, бірақ іште жаңағыдай бір өз-өзіне көңілі толмау деген дүниелер бар, Бұл жаңағы әлеуметтік депрессияға алып келудің әлеуметтік себептері, Бұл жерден адам шығып кетуіне болады, опять-таки. Бұл андай адамның іштей, қалай айтсам болады, іштей жеп атқан құрт емес та ол. Мысалы, телефонды өшіре салуына болады. Сосын ол ұмытып кетеді, мысалы. Сосын ол жақтан ол шығып кетуі мүмкін. Сондықтан жалпы мынау
уязвимость деген дүние бар ғой, бір ең әлсіз, әйелдің өміріндегі ең әлсіз кезең ол оның бала босанып келген кездегі кезеңі. Қасында жаңағы көмекшілері болмаса, керісінше көмекшінің орнына жаңағы талаптар көп болатын болса, қонағы көп болатын болса, енді біздің қазақ реальностында сондай ғой, енді осы дүниенің барлығына үлгеру мүмкін емес, қиын болады. Балаң ауырып, өзің ауырсаң, онда екі бастан қиналасың. Осының барлығына жаңағыдай әлеуметтік факторлар әсер еткен кезде, ол әйел шын мәнісінде өзінің дұрыс келе жатырған жаңағы жолынан ауытқып, тайқып кетуі мүмкін де. Адамға, яғни әйелі баласына осы жерде аналарға өте ауыр, қиын болады. Ол баласына да көмектесе алмайды, өкінішке орай көп көңіл бөле алмайды. Одан кейін осы жерде тағы да бір депрессиядағы мамаларға енді депрессияға кірмеш деп айта алмаймыз ғой, бұл қалауымен кіріп жатқан жоқ қой. Бірақ мынаны білсе деймін де, маманың эмоционалды күйі балаға өте қатты әсер етеді. Сіз байқайсыз ба, мен өзім қатты байқаймын, тревожный мамалардың балалары өте тревожный болады. Мазасыз болады. Мазасыз, дұрыс ембейді, дұрыс ұйықтамайды. Себебі балада на инстинктивном уровне, инстинкті деңгейде мамасы тыныш емес. Значит, сен операция етіп тұрған, сен тіреліп тұрған объект тыныш болмаса, сен қалай тынышталасың? Ол мүмкін емес процесс. Бала оны регулировать ете алмайды. Оны ол жерде ересек адам регуляцияға алу керек. И осы жерде жаңағыдай әлеуметтік фактормен депрессияға кіретін аналарға мен айтқым келеді, жаңағы адамдардың сөзі, мен 10 миллион тауып жатырмын, сен декретте отырсың деген дүниелер бізге қатты әсер етеді. Бірақ біз осы жерде баланың өмірін бірінші орынға қоюымыз керек болады. Мен қазір балаға көбірек керекпін. Егер қазір мен өзімді тастап жүрсем, онда мен балаға өмірімді өзімді арнай алмай қалам. Ал біз білуіміз керек, бала, шын айтқанда, шешеден басқа ешкімге керек жоқ. Алғашқы кезінде, туылған кезде. Жалпы өмірде де сондай сияқты. Өмірде де солай, расымен алғанда солай. Оның жағдайын полностью мамасы ғана түсінеді, мамасы ғана оны жаңағыдай эмпатировать ете алады, эмоционалды тұрғыда жаңағы контейнер бола алады. Осының барлығын әйелдер түсінсе екен деймін да. Одан кейін біздің депрессияға кіретін тағы да бір әлеуметтік себеп, бізде босану процесін оңай қылып қарайды ғой. Дымда қылмайды, ана пәленшенің әйелі туып жатыр, пәленше ана оның баласын туыпты деген сияқты бір оңай дүние сияқты да. Шын мәнісінде енді оны әйел ғана түсінеді деп ойлаймын. Ол өте өлім мен өмірдің арасында жүріп босанатын әйелдер бар да, мысалға. Қазақтарда мысалға босанатын әйелге аман есен жаның қалсын деп айтады ғой, мысалға. Ол просто так айтылған сөз емес та. Бізге қазір привычный болып кеткен ол нәрсені есту, бірақ үңілетін болсаң, оның мағынасын аман есен жаның қалсын деп жатыр да. Өліп қалма деген сөз. Өйткені бұрын действительно өлетіндер өте көп болған. И осы орайда жаңағы ана болу деген дүниені көп құнсыздандырады да, қоғам құнсыздандырады. Жаңағы енелер құнсыздандырады. Күйеулер де құнсыздандырады. Енді ене құнсыздандырып тұрғаннан кейін күйеу де құнсыздандырады. Сондықтан осы жерде бір жалпы ана деген, ана болу деген процеске сондай бір керемет, қасиетті деп қараса да, Европада білім алып жүрген құрбыларым бар, мамаларға деген отношение мүлдем басқа дейді да. Жаңа босанып келгеннен кейін жаңағыдай өздерінің әлеуметтік пакеттерінде мамаға көмектесу деген қызметтер бар дейді да. Босанып келген кезде сізде бәрі жақсы ма, сізге көмек керек па деген сияқты бір поддержка бар. Яғни қоғамдық деңгейде аналардың рөлі өте құнды да. Ал өкінішке орай сондай дүниелер бізде ақырын қалып бара жатыр ма, әлде бізде даже система здравоохранениеда мысалға босанғаннан кейін акушерка баланы қарауға келеді ғой. Мысалы әйелде ешкімнің ол психоз болып жатыр ма, ода депрессия болып жатыр ма, ешкімнің шаруасы жоқ план шығарғанда. Сол жағынан алғанда, бірақ шындығында біз білуіміз керек, ана болу ол үлкен күш, үлкен қызмет. Екі адамның бірінің қолынан келетін дүние емес, Алла тағала бізге берген үлкен нығмет, және сол нәрсені біз құнды, бағалы деп қарасақ, мен өзім блогымда да көп айтам, декреттегі мамаларға сіз уже көп нәрсе жасадыңыз деймін да. Сіз уже баланы дүниеге алып келу арқылы көп нәрсе жасап жатырсыз. Баланы тәрбиелеп, оны қоғамға қосу арқылы сіз кәдімгідей оны еркектің жасай алмайтын нәрсесін жасап жатырсыз деймін да. Расымен де солай ғой. Шолахан, ол действительно солай, келсем 100%. Бірақ қараңызшы, сол
моментте бізге мысалы сыртынан қарап айтсақ, ол сондай ғой. Мен қазір оны осознавать ете аламын, балам 1 жарымда мысалы толып қалды да 1 жарымға. Бірақ сол моментте мысалға баласы 2 айлық, өзі жаңа депрессияда или субдепрессияда или өзін құнсыздандырып, өзіне ешкім керек емес ретінде сезініп жүрген әйелге оны айтсаң, ол окей деп бір сол 5-10 минутта түсінер, бірақ қайтадан реальный өмірге келген кезде, баласы қайта мазасыздаған кезде, түнімен ұйықтамаған кезде, давление сырттан ене күйеу деген жақ давление болған кезде, ол әйел қайтадан күйіне түсіп кетеді. Сол кезде бір қандай да бір білмеймін, бір техникалар бар ма, өз-өзін жинап алатындай, или жүктілік кезінде мысалға бір техникалар бар ма, мен осындай жағдай болып жатса, осылай жасау керекпін деп өзіне бір шпаргалка ретінде жазып алатындай. Өйткені именно депрессияда жүрген адамға былай сөзбен түсіндіру ол қиын сияқты. Ол я деп тыңдауы мүмкін сені, бірақ 10 минуттан кейін барып суицид жасау мүмкін да. Сондай кезде бір қандай да бір лайфхактар бар ма? Жүктілік кезінде и босанған кезінде. Қазір сіз түсініп тұрмын, сізді оқырмандар үшін, көп адам үшін жаңағыдай жанталасып жатқаныңызды, сұрағыңыздың өзі сол оларға пайдалы болса екен деп тұрсыз да. Бірақ волшебный таблетка жоқ. Вот қандай ауыр естілмесе де осы сөз негізі волшебный таблетка жоқ. Сондықтан да жүктілікке дайындалу керек деген нәрсе осы да. Оның таблеткасы сол дайындық, алдын ала дайындық. Жаңағыдай мысалға енді қазір енді Аллаға шүкір көп әйелдер бір саналылық бар әйелдерде. Мысалы өзіңіздің де курсыңызға қатысып жатады, мысалға маған да келіп жатады. Бұрындары мысалға бала тәрбиесімен проблемамен аз келетін болса, қазір өте көп келеді бала проблемасымен. Ол проблема көбейіп кетті деген сөз емес, ол проблеманы аналар түсініп жатыр деген сөз да. Сол сияқты ол жүктілікке келетін кезде менің алдымда қандай жағдай, қиын жағдайлар болуы мүмкін деп алдын ала соған дайындалуының өзі соның алдын алады негізі. Одан кейін мүмкін болса, енді бұл да бір үлкен дайындық шығар, мүмкін болса сен сенетін адамға бөлісу. Психологиялық тұрғыда. Мысалы мен құрбыларым арасында да кездеседі, шола мен сенің уақытыңның тығыз екенін білем, бірақ қиын жағдайда мен саған соқсам бола ма дейді. Алдын ала біз қиын бола ма болмай ма білмейміз, бірақ ол алдын ала ескертеді. Менде осындай қиындық болса, мен сенімен хабарласа аламын ба. Сондықтан көмек сұрау деген нәрсе бар да. Біз көмек сұрауға ұяламыз ғой біз. Ал Шұғыла ханым, жүктілік кезінде әйел бір психологты тауып, босанғаннан кейін менде осындай проблема болып жатса, сізбен сөйлесем деген сияқты психологты дайындап қойған дұрысырақ па? Или жаңа сіз айтып отырғандай сенетін адаммен бөліскен дұрыс па? Өйткені мысалға сен окей, подружкаңмен бөлісетін шығарсың, бір анаңмен бөлісетін шығарсың, бірақ олар психологиялық тұрғыда білімі болмағасын, мысалы анаң айту мүмкін, ештеңе етпейді, шыда, барлық әйелдер шыдап жатыр ғой, мен де шыдадым деп айту мүмкін да. Ол саған жаман тілегеннен емес, ол солай ойлайды да. Бірақ ол наоборот давка болуы мүмкін ол адамға. Сол жағынан қалай ойлайсыз, мүмкін жүкті келіншекке бір психологпен, өзіне ұнайтын бір психологпен бір консультация алып, қымбат емес қой, бір 10-15 мың теңгеге консультация алып, мен де босанай деп жатыр едім, осындай болған кезде проблема болып жатса, сізге осындай хабарлассам деген сияқты дайындап қойса солай қалай? Әрине ол идеальный жағдай. Енді мен жаңағы айтқаным, ең болмағанда сен жалғыз қалып қалма деген нәрсе да. Худший болады ғой, таңдау, екі таңдау болады, бірақ соның нашар болса да әйтеуір таңда дегенім ғой. Қасыңда бөлісетін адам сені түсінетін, бөлісетін адамның өзі де типтері әртүрлі да. Сені түсінбейтін адам бар, сені түсінетін, қолдайтын адам бар, сенімен отырып біреуді жаңағыдай өсектеп кететін адамдар бар, керісінше есіңді жи, мына жаққа келейік та деп шақыратын адамдар бар, Сондықтан сен бөлісетін деп отырған бұл жерде сенің жаныңды түсінетін адам болса, мен саған қалай көмектесе аламын, может былай жасаймыз деген сияқты. Ол болса әрине жақсы, ал өзіңіз айтып отырған ұсынысыңыз психолог болса, онда тіптен жақсы болушы еді әлбетте. Мен қазір жүкті болсам, қазір сіздің сөзіңізден кейін ойланып отырмын да, мен лучше бір психологпен сөйлесіп, сол кісіден консультация алып алғам дұрыс сияқты. Зато босанғаннан кейін мен білем, кімге бару керек екенін. Именно сол мысалы сіз сияқты босанғаннан кейінгі депрессиямен жұмыс жасайтын адамды таңдап қоясың да, психолог. Зато сен білесің, что сен оған бара аласың. Енді ондай адамдар, ондай әйелдер жоқ емес, бар. Мысалы менің өзімнің де клиенттерімнің арасында бар. Мысалы жүктік кезден бастап жұмыс жасадық. Жүктік кезде енді определенный бір қиын травмаларға біз кіре алмаймыз. Мен айтамын, сіз босанып келіңіз, послеродовая депрессияңыз ақырын сонымен жұмыс жасайық, одан кейін осыны көтереміз деген сияқты.
ондай адамдар бар. Бірақ өкінішке орай бізде мынау психологтан көмек сұрау, психологқа жүгіну деген ол енді мәдениетімізге еніп жатыр да. Бұрын ұят болатын еді ғой. Ұят болатын. Психологқа психтар барады деп бір қате сондай стереотипті ойларда жүретінде. Қазір енді более-менее бар, бірақ жақсы деп айта алмаймыз. Мен ойлағандай жақсы болып жатқан жоқ әлі де. Егер жүгініп жаңағыдай өзіңіз айтып жатқандай алдын ала дайындалып осы дүниеге болса, онда әрине өте жақсы болатын еді. Түсінікті. Ал Шұғыла ханым, окей, енді босанғаннан кейін келіншек, жаңа сіз айтып жатырсыз, әртүрлі психотип, әртүрлі шығады деп депрессиядан. Соны қозғап кетсек кішкене. Қалай жалпы? Иә, шығу. Енді қараңыз да, мысалы менде өзім мені жетай, иә? Менде депрессия болды емес, депрессия болған жоқ менде, бірақ мен қиналдым. Менде қиындықтар болды, денсаулығыма байланысты қиындықтар болды. Сол кезде мен не істедім? Бірінші өзімнің опытымен бөлісейін. Мен өзім бұрын жасап жүрген әрекеттерімнің барлығын босанғаннан кейін идеалды жасамауға алдын ала дайындадым. Өзіңізге рұқсат бердіңіз? Өзіме рұқсат бердім. Мен босанғанға дейін мысалға керемет блог жүргіздім, бір күніне 7-8 клиент қабылдадым, балаларымның барлығының жаңағыдай оқу процесін барлығын ұйымдастырдым, қадағаладым. Ал уже босанғаннан кейін мен уже білем олай бола алмайтынымды. Себебі менің өмірімде бір жаңа адам бар, және сол жаңа адамға көбірек менің энергиям кетіп жатыр. Күшті лайфхак негізінде. То есть алдын ала дайындау. Сен идеальный бола алмайсың, Шұғыла. Очень жаль, идеальный бола алмағаның, бірақ бұл уақытша нәрсе. Ол күшті лайфхак болды негізі, менде өйткені өзімде сондай болды да, босанғаннан кейін мен өз-өзімді жеп бастадым да. Неге үлгермей жатырсың? Неге қалып жатыр ана жақ? Ана үлкен балалар кінәлі емес қой. Сен олар үшін туған жоқсың ғой деген сияқты бір өзімді сондай. Ол нәрсе бүкіл энергияңды жейді да, наоборот. Өзіңе рұқсат бермеу сол моментте. Ал реальность қандай? Реальность сен енді робот болмасам, адам үлгере алмайды расыменде. Мен мына ақпаратты естіген кезде өзіме одан самайын бір рұқсат болды. Жалпы жүкті әйелдің энергиясы 30% энергиясы күнделікті бөлінетін. Уже сүтті вырабатывать етуге кетеді. Кстати, 30% энергия, сен еш нәрсе істемедім дегеннің өзінде сенің ағзаң бүкіл сенің 30% энергияңды сүтке бөліп жатыр, сүт вырабатываться етілуге. Енді сен сонда ар жағында сенде 70 қана пайыз энергия бар. Енді былай математиканы қосатын болсақ, 70% энергияның тағы бір 40-50% жаңа туылған нәрестеге кетеді. Оның арасында сен үйдегі тірліктерің бар. Енді қалған, мына жақта бір 40%, 30% қалды ма, сол 40-30%бен қанағат тұт уақытша. Пока емізу процесін өтсін, омыраудан бала шықсын. То есть эмоциональный давкадан шығудың алдын ала бір дайындығы болған шығар менде. Жаңағыдай социальный давкалардан, мысалы мен араласатын ортамда барлығы керемет жаңағы блогтарын жүргізіп жүрген, өзіңіз білесіз, құрбыларым бәрі блогтарын жүргізіп жүр. Дамып жатыр, өсіп жатыр, курс жазып жатыр. Ол нәрсе менде де ара-тұра көтеріледі. Көтерілмейді, мен сондай бір немін деп жатқам жоқ. Көтеріледі, бірақ қайтадан балаға қарайсың. Сен блогыңды басқа уақытта дамыталасың, бірақ баланың алғашқы өмірі, мынау 1 жасқа дейін фундамент, психиканың фундаменті қалыптасуға менімен бірге өткенін қалаймын. Енді бұл менің өзімнің опытым. Ал көп тіпті міне жақын арада құрбыларым, өзіңіз де танисыз, кейін бөлісе жатармын, таныс қыздар босанып жатыр, блогер қыздар, сол кезде жазады, не істеймін, не болып жатыр, мен деген қалдым. Мен айтамын да, өзіңе көп алма деймін. Рас, өзіңе көп ал, біз көп алып үйреніп қалғанбыз. Ананы да басқарып, мынаны да басқарып үйреніп қалдық, біз көмек сұрағымыз келмейді. Өзіміз мықты болғымыз келеді, всегда железная леди, ананы да істейді, мынаны да істейді. Тем более блогта успешный успех. Успешный успех, тек қана сондай бір керемет дүниені көрсетіп жатасың. Сол кезде шын мәнісінде энергияның барлығы кетіп қалып жатады да. Ал енді депрессияға кірудің тағы да бір жолы сенің энергияның, ресурсың жетіспеуі. Енді мен өтірік айтпаймын, босанғаннан кейін мен балаларыма бір айға дейін тамақ істеген жоқ шығармын. Тамақты сатып алдық. Тамақты жаңағыдай заказбен жасаттық. Ол білесіз ба, сіздің мықтылығыңыз негізінде мен
окей, даже если заказ беруге мүмкіндігім болса да, мен внутренне өзіме рұқсат беремес едім да, неге мен балаларым заказбен тамақ жейді, я плохая мать, чувство вины деген сияқты шы. Оған да бір проработка керек сияқты ол. Енді мынандай мәселе бар да, ол жерде мен өзімнің ішкі бір диалогыммен бөлісетін болсам, мен өзіме сұраймын, Шұғыла, сен шынымен жаман мамасың ба деймін. Егер жаман мама болатын болсаң, жаман маманың өзінің критериялары бар ғой. Жаман мама деген балаларына мүлдем эмоциональный контакт бермейді, балалармен ешқандай бір ой бөліспейді, жақындық жоқ. Ал жаңағы мен үшін үйдің таза болмауы, тамақтың жаңағы привозной болуы, ол жақсы мама дегенді дәлелдейтін нәрсе емес негізінде. Шын мәнісінде сіз мысалы балаңыздан сұраңызшы, өзіңіз қыздарыңыздан, мен қандай кезде жақсымын саған, қандай кезде жаманмын деп сұрасаңыз, ойнаған кезде жақсысың дейді олар. Енді қараңыз, сізге ол айтпайды да, мама, сен маған өткенде бургер бердің, сол кезде сен жамансың деп айтпайды. Енді, конечно, бургер бер деген сөз емес каждый раз, да? Но дегенмен де біз көп жағдайда жаңағыдай бір второстепенный дүниеге көбірек мән беріп кететін сияқтымыз да, соны приоритетке жоғары қойып қоямыз да. Ал шын мәнісінде болу керек процесстер, мысалға, бір мезгіл балаңның қасында құшақтап жат, сабағын бірге оқуға көмектесуге мүмкіндігің болып жатыр, көмектес, болды. Ал официанттың жұмысын негізі, жаңағы үйдегі, мен официанттың жұмысы деп айтамын ондай, оны любой адам істейді. Қалтасына ақшасын берсең, любой келіншек келіп жаңа үйін тазалап беретін услугалар бар, тамақ істеп беретін услугалар бар, бірақ сенің балаңның қасында сен сияқты махаббатын, мейірімін беріп отыратын адам жоқ. Мен приоритетке соны көбірек аламын. Мен керемет жаңағыдай пысық әйел емес шығармын, мойындаймын, бірақ мен үйде балалармен қарым-қатынасқа көбірек энергиям сол жаққа кеткенін қалаймын. Это мен үшін нормально. Мен үшін ешқандай катастрофа емес. Бір ай балалардың жаңағыдай қатырылған мантыны жеуі, немесе тағы да сондай бір дүниелерді уақытша жеуі мен үшін ондай қатты бір проблема емес. Ал егер бөлмеден шықпай, есікті жауып алып, сенің түріңді көргің келмей, яғни балаңды, вот осы мен үшін өте қорқынышты нәрсе. То есть мама деген ол доступный болу керек, мама деген открытый болу керек, мама деген мягкий болу керек. То есть в прямом смысле и в переносном смысле, то есть құшақтағанда да сен жаңағыдай рахаттанып мейірленіп құшақтай алатындай, және сенің қасында болуға бала қорықпаса, болды, сол жеткілікті. Ал мысалға тот же самый после родов шаршайды әйел и так далее. Мысалға 2 сағат маған беспокоить етпеңдер, мен демалу керекпін деп, мысалы есігін жауып алып демалатын болса, ол сонда мысалға балалар енді кішкентай ғой, бұлар сен түсінбейді да, шаршағаныңды, келгісі келеді, сен қасында болғысы келеді, сондай кезде ол жаңа сіз айтып кеттіңіз, ол дұрыс емес деген сияқты. Сол жағы қалай? Енді бұл жерде дұрыс емес болғанда қалай, енді үнемі сондай мама болу дұрыс емес та. Ал бірақ өзіңе арасында демалуға рұқсат беру ол нормально. Енді бұл эгоизм емес та, Жанар ханым. Бізде осындайда енді эгоизм, бір нәпсі құмарлық деп те кейде интерпретациялап жатады да, өзіңді ғана ойлап деп. Егер маманың денсаулығы жақсы болып, егер маманың көңіл күйі дұрыс болса, шын мәнісінде балаларда да, үйде де, отбасыда да тыныштық болады. Сондықтан әйелдер өзін бірінші орынға қойып үйренсе екен. Ол оны эгоист қылып жіберетін нәрсе емес. Бірінші орынға қою деген сен ешкімді ойлама деген нәрсе емес. Қатты шаршап тұрсың ба, сен түсіне ғой, қазір кішкене демалғаннан кейін балаларға қарауға сенде энергия пайда болады. Мен бұрын блогымнан көрген шығарсыз, мен кешке қарай прогулкаға шығамын, каждый кешке. Мама, қайда кетіп барасың дейді балаларым. Сендерге спокойный маманы жасап келу үшін кетіп бара жатырмын дейді. Өйткені маған уақыт керек. Что лайфхак тоже? Расымен де. Ол нәрседе кейін қалыптасты, өйткені зерттейсің. Адам негізі зерттеу үстінде болса, мені не нәрсе тыныштандырады. Мен қандай кезде демала аламын. Мен жаңа клиенттеріме айтамын да, жарты сағатқа, 40 минутқа сыртқа шық, бір шыны шайыңды, кофеңді ішіп кел, мороженыңды жеп кел. Сол жарты сағатта үйің қопарылып кетпейді, ешкімді өлтіріп қоймайды. Мысалы үйде ше, Алла сақтасын. Бірақ сол жарты сағат саған қаншама күш береді да. Сол кішкене бір демалып, деп деміңді шығарып алып үйге келіп жатсаң, онда көп энергия пайда болады да сенде. Біз қайтадан тақырыбымыздан жайлап ауысып жатырмыз, қайтадан тақырыпқа оралатын болсақ, жаңа депрессиядан шығудың ол мендегі тәсілі. Депрессиядан деп айтпайын, босанудан кейінгі қиындықтардан шығу, Ал негізі депрессиядан шығудың жолдары көмек сұрау. Жолдасыңнан көмек сұрау. Кәдімгі көмекке сен мұқтаж екеніңді мойындау. Реально мен көмекке мұқтажбын қазір.
не сол бір баланы да жетістіріп бағамай жатырсың ба деуі мүмкін. Иә. Бағамай жатырмын. Өйткені маған көмек керек. Мен оны түсінем, маған қазір көмек керек. Қандай көмек бере аласың? Ол таңертең кешке шейін жұмыстан қалып сен балаңды бағу емес шығар бәлкім кешкісін мен балаң қарай тұрайын, сен шайыңды ішіп кел. Осының өзі көмек болуы мүмкін де. Немесе тағы да бір бала ауырған кезде сен 1 сағат ұйықтап ал, мен баланы кішкене алдандыра тұрайын. Осындай кішкентай ғана көмектердің өзі шын мәнісінде адамға бір күш бітіретін нәрсе да. Менің қасымда мен трене алатын, мен көмек сұрай алатын адам бар, мен жалғыз емеспін. Ал егер ондай адамдар болмаса, мысалы болады, күйеуі де түсінбейді, мысалы енді не все мужья прокачанные былайша қарап айтқанда, ол айтуы мүмкін, ананың да әйелі босанып жатыр ғой, неге мен саған көмектесу керек, мен и так жұмыстан шаршап келдім, енді балаң қарауың қалған еді деп айтуы мүмкін да мысалға. Кейбірде түсінетін адам енесі болуы мүмкін, көмектесуі мүмкін, немесе енесі мүлдем жоқ болуы мүмкін, немесе түсінбейтін, керісінше саған давить ететін, не істеп жатырсың деп айтатын ене болуы мүмкін. Мысалы, сондай жағдайларда не істеуге болады? Мысалы, сені сүйенетін адамың жоқ, сені түсінетін адам жоқ. Мысалы, болады ондай өмірде? Иә, болуы мүмкін, әлбетте. Бірақ мен мына нәрсеге қатты сенемін, Жанар ханым. Адам енді дін бойынша да, ислам бойынша да адам жалғыз ешкімі жоқ болып қалмайды. Алла тағала өзі оған келістіріп алып келеді бір адамдарды ше. Қасында әйтеуір бір көмектесетін адам болады. Ол жерде дұрыс диалог құру керек те. Мысалға бұрқан талқан болып маған ешкім көмектеспей жатыр деуге болады. Немесе мама, мысалы енеңе, маған осындай қазір қиын болып тұр, кішкене маған сіздің көмегіңіз керек еді, көмектесіп жібере аласыз ба? Адам сияқты айтсаңыз. Иә, адам сияқты ашық диалогқа шығып, мысалға күйеуіңе де, мысалға сіз айтып отырсыз ғой, мен олай істемеймін деп айтатын күйеу бар ғой. Иә. Қараңыз да, стимул реакция деген нәрсе бар да. Сен қандай стимул берсең, солай реакция шығады. Стимулды жаңағыдай, сен маған бала қараспайсың, қарас десе, ол жаңағыдай айтуы мүмкін. Или жаным, сен жұмыстан кеш келіп тұрсың, мен түсінем, саған қазір қиын, бірақ жарты сағат ресурсың жете ма маған көмектесуге? Совсем басқа уже подход да. И ол жан ашып кетуі мүмкін. Или же жарты сағат в принципе көп уақыт емес қой, жарайды, қарай тұрайын деуі мүмкін да. То есть бұл жерде подходты да кішкене мамалар, әйелдер білсе, может подходтан да біз көп қиналатын шығармыз деп ойлаймын да. Өйткені менде ана қарым-қатынас деген курс бар да, сау қарым-қатынас курс. Сол кезде қыздар айтып жатады да, мә, оказывается, мен дұрыс диалог құра алмаған екенмін ғой деп айтып жатады да. Өйткені осы да бір фактор бар. Бізде көбінесе алға претензиялар шығады ғой. Иә. Өйткені біз до конца шыдаймыз ғой біз. Иә. Соңғы капля тамған кезде батыс жарылады да, жан жағындағы адамдардың ешқайсысы түсінбей қалады сен не болып жатқанын. Сен жындысың ба деп айтады сосын кейін. Иә. Біз жаңағыдай кішкене ғана напряжениені, қысымды сыртқа шығарып, талқылап, осындай болып жатыр деп бөлісе алмаймыз да. Бөліскенде де жаңағыдай сенің осы қиын жағдайыңа түсіп жатқаныңа ешкім кінәлі емес шын мәнісінде. Бірақ соны дұрыс бөлісе алсаң, мен осындай кішкене қиналып тұр едім, қалай не істесек болады? Маған дәл қазір просто саған бөлісудің өзі жеткілікті. Иә, мысалы мен кейде жолдасыма айтам, мен саған жалваться еткім келіп тұр қазір деймін. Мен білем жалваться ететіндей жағдай жоқ екен, бәрі жақсы, балаларымыз сау, жұмысымыз жүріп жатыр, басымызда баспанамыз бар, не жеймін деп жатырған жоқпыз, бірақ мен жалваться еткім келіп тұр. Тыңдашы деймін. Иә. Или мені аяш деймін. Иә, мен кішкене аяп жүр, иә. То есть адам болғаннан кейін біздер дегенде біз әр кезде бір мынандай амплитудасы жоғары деңгейде жүрмейміз да. Жаңағыдай мынандай бір кезеңдерге спаттар болады дейсіз ғой. Кетеді, иә. Сол кезде біз өзімізге рұқсат беруіміз керек сияқты, ашық сөйлесуімізге. Ал жаңағы депрессиядан шығудың негізгі себептері көмек сұрау, өзіңнен көп талап етпеу. Күшті лайфхак болды, өзіңе рұқсат беру, идеальный болмауға. Идеальный болмауға. Алдын ала мен идеальный болмаймын. То есть балаларға да, мысалы, сіз босанып алдыңыздағы балалар бар ғой, мысалы, бірінші, екінші балаларыңызға тоже айтып қойға болады. Мамаға кішкене қазір көмек керек. Мен қазір кішкентай бөпеге көбірек көңіл бөліп жатырмын. Сендерге көңіл бөле алмай қалуым мүмкінмін. Мені кешіріңдерші. Например, иә. Сендер мені жынды келтіресіңдер деп айтуға болады, или жаңағыдай қылып айтуға болады, иә. Бұл бірнеше уақытқа ғана созылады. Қайтадан біз қалыпты өмірімізге келеміз. Мысалға 2 айдан кейін, 40-нан шыққаннан кейін деген сияқты. То есть бұл сондай бір өмірді бір
қою бояуға бояп жүретін дүние емес та, уақытша ғана кезең, және ол бала өзі сұранып келген жоқ, сенің ішіңе өзі кірген жоқ. Бұл екі адамның қалауымен жаңа жатырға біткен бала, сондықтан бұл жерде сондай бір жауапкершілік керек сияқты. Түсінікті. Сонда бұл жаңа сіздің айтып отырғандарыңыз ол психотипке байланысты ма? Или ол общий бәріне рекомендация? Ол бәріне рекомендация. Бәріне рекомендация. Ал психотипі жаңағыдай депрессивный адамдар, ол адамдарға кәдімгідей мамандардың көмегі керек болуы мүмкін. Менің өзімнің личный опытымда болды. После родовой депрессиядан әйел шизофренияға кіріп кеткен. То есть шизофрения ода бұрында болған. Триггер болған ғой. Ол триггер болды, өте қатты ұйықтамау, ресурстық жағдайдың болмауы, сүттің тартылып қалуы, баланың постоянно жылауы, еще баланың диагнозбен туылуы, мысалға. Осының барлығының себебінен жаңағы мендегі клиент послеродовая депрессиядан кейін шизофренияға кірді. Шизофрения ауруымен ауырды, сондай 2 апта кәдімгі больницада клиникалық деңгейде. Онда уже психиатр керек қой. Ол уже психиатр. Ол жерде сізге енді мамандар көмектеспесе, ол жерде ешкім көмектесе алмайды, өкінішке орай. Бізде бір пациентка болған, роддомның терезесінен секірем деп жүрген. Сондай сияқты енді әртүрлі ситуациялар бар да. Шын мәнісінде енді көп жағдайда давка бар ғой бізде. Сол давка әсер етеді негізінде. Давление әсер етеді, сол давление аз болса екен деген тілекті. Енді мен тілегім кімдерге жетеді білмеймін. Шала ханым, енді кішкене бір чувство вины туралы айтатын болсақ, мысалы жаңа айтып жатырмын ғой, мен мысалы не могу себе позволить, яғни өзіме ол нәрсеге рұқсат бермеймін, идеальный болмауға, балаларға азырақ көңіл бөлуге деген сияқты. Сол чувство вины ол балалық шақтан келе жатқан бір травмалардың последствиясы ма, және немесе басқа да бір себептері бар ма? И осы граньды қалай анықтауға болады? Бұл чувство вины дұрыс па? Из-за того, что сен действительно балаларыңа көңіл бөлмей кеттің? Или бұл сенің өзіңнің жаңағы травмаларыңнан шығып жатқан нәрсе ма? И жалпы ол нәрседен қалай арылуға жалпы бола ма? Өйткені мен үшін ол кәдімгідей боль да. Мысалы мен балалармен плотно уақытымды өткіземін, целый день жүремін, и у меня андай легкость пайда болады. Все, мен бүгін істедім, енді мен жұмыс істей аламын деп айта аламын. Бірақ 1 сағат, 1,5 сағаттан кейін все, это чувство у меня исчезает, и мен сразу опять чувство вины. Балаларым анда менсіз жатыр ғой, менсіз жүр ғой деген сияқты. Это нормально или ненормально? Действительно бұл чувство вины ма, который адекватный, или ол жаңағы травмалар ма деген сияқты. Енді бұл жерде мынандай бір момент бар да. Травманың себебі ма деп сұрап жатырсыз ғой. Иә. Мынандай нәрсе бар эмоцияда. Эмоциональный интеллект ұғымын зерттеген кезде не дейміз? Рабочий эмоция дейміз ғой. Рабочий эмоция. Постоянно қолданылатын эмоциялар бар да. И может быть, мен сіздің жеке өткен шағыңыздағы опытыңызды білмеймін ғой, тәжірибеңізді. Может быть, сіздің тәрбие процессіңізде, сіздің есею процессіңізде сол жаңағы чувство вины сіз үшін рабочий болып қалған болуы мүмкін. То есть бұл мамалықпен ғана байланысты емес шығар. Бұл жалпы тұрмысқа дейін де ол нәрсе болған шығар. Білмеймін, бір сабақ оқымай бір күн жүріп қалсам, мен өзімді өзім ұрсатынмын деген сияқты. Сол кезде де болған шығар. Жоқ, действительно ол болған. Мысалға мен ертеңгі сабаққа дайындалмасам, өзімді виноватый болып сезініп, жаңа педантичность бәрі содан шығады ғой. Қызылға бітіру керекпін деген нәрселердің бәрі. Енді оның төркіні, қазір мен сізді, конечно, отырып алып зерттеп, мен сізге терапевтический дүние жүргізбеймін, бірақ дегенмен төркіні сол балақтан келіп отқан, өзіңіз айтып отырсыз, иә? Балақтан келді, бірақ мына жаққа келген кезде оның формасы өзгерді да? Иә. Енді сіздің өмір сүру деңгейіңіз әртүрлі ғой. Мысалға, қазір сіз мамасыз, иә? Белгілі бір уақыттан кейін ене боласыз, белгілі бір уақыттан кейін кемпір боласыз дегенде. Ол кезде де чувство виныйдың формасы өзгереді. Иә, болады. Бірақ форма өзгереді. Мен пенсиямды немерелеріме бөліп беруім керек па? Иә. Неге мен немерелеріме қарамай шетелде жүрмін деген сияқты. Сол сияқты әртүрлі болуы мүмкін. Бұл жерде енді егер бұл чувство вины сіздің өміріңіздің сапасын кәдімгідей нашарлататын болса, онда бұл показатель терапияға баруға. Ал егер бұл дүниемен в принципе маған нормально, мен оны управлять ете аламын, басқара аламын десеңіз, онда олмен сіз өмір сүре бересіз. Ешқандай проблема жоқ ол жерде. Жаңағы мама болудағы бізде мынандай нәрсе бар да, әр адамның
начало деген нәрсе бар да. Мысалы сізден қазір айтып отырған кезде сіздің материнское началоңыздың көп екенін қазір түсініп отырмын да. Сізде материнское начало да бар, и өзіңізді реализовать етуге деген начало да бар да, и соның ішінде бір-бірімен конфликт болатын сияқты да. Бір-біріне антагонист. Бір-бірімен қарсыласады. Анау сен дұрыс мама болмай жатырсың, анау сен дұрыс маман болмай жатырсың. И сол арада осы дүниені, міне осы запросты сіз терапевтқа алып баруыңызға болады. Сіздің запросыңыз, пожалуйста, шықты. Все, психологқа бар. Баруыңызға болады. Ал енді осы жерде жаңағыдай бізде жақсы мама деген тағы да осындай бір картина бар да. Бізде сондай рөл беріп қойған ғой, мысалы жақсы мама деген мынандай болу керек дегенше. Ал енді психологияда осы детская психологияны зерттеген Винникот деген ғалым бар. Винникоттың айтуы бойынша балаларға достаточно хорошая мама болу жеткілікті дейді. Достаточно хорошая мама деген ол қандай? Ол жаңағыдай 24/7 оған уақыт бөле алмайды, бірақ белгілі бір уақытын балаларға сапалы арнайды. Және баласы келген кезде мамасына қарым-қатынаста бала қорықпайды. То есть мама ұрсады деген отношениемен емес, мен мамамен бөлісуім керек деген дүниемен бала келсе, все, сіз уже достаточно хорошая мамасыз. Балаға керегі сол, балаға сол показательмен анықтауға болады. Егер де бала сізге келе алатын болса, өз проблемасын. Бала сізге ашық айта алса, келе алса, сіздің көзіңізге тіке қарап мама деп өзінің қарсылығын да айта алса, ол уже сіздің нормальный мама екеніңіздің көрсеткіші. Деймін. Сіз нормальный мама болып шықтыңыз. Өте қуаныштымын. Вот осы жерде жаңағыдай дүниеде ана идеальный мамалардың несін көріп аламыз ғой. Инстаграм болсын, жан жағымызда болсын, идеальный мамалардың бейнесін көріп аламыз да, и біз соған ұмтыламыз. Ал енді ол идеальный мама үшін жаңа сіздің ішіңіздегідей конфликт жоқ шығар. Ол өзін өмірін осы идеальный мама болуға арнаған шығар. Басқа қызық емес ол адамға. Оған басқа қызық емес. Ол блог жүргізбейді, ол белгілі бір профессия маманың иесі емес, ол полностью балаға арнамағанда енді не істейді? Енді ол мамаға арнау керек уже оған. То есть осындай бір моменттерде біз ішкі конфликтілерімізді шешіп алсақ, ол дүниелермен жұмыс жасауға болады негізінде. Бірақ мен тағы да өзім оқырмандарға, тыңдармандарға айтқым келетіні, баламен контактіде прям баладан ашық сұрауға болады. Балам, сен қандай кезде менің қандай мама болғанымды қалайсың? Қандай кезде саған менімен қорқынышты? Вот енді ол неше жастан бастау керек? Мысалы 4 жастағы балаға айтсаң оны... Жоқ, ұғады. Оға ма? Ұғады. Неше жастан бастауға болады? Енді вообще 3 жастан енді балалардың да ерекшеліктері әртүрлі ғой. Мысалы 3 жаста кейбір бала ойын ашық айта алады. Мысалы мама ұрыспашы, қорқамын деп айтады. Мысалы мен бірінші балам, мама мен қазір жылағым келіп тұр, бірақ қазір жыласам мына жерде ұят болатын сияқты, мен бар кухняға барып жылап келейінші дейтін тұғын. Толық жеткізе алады өз ойын. Жылағым келіп тұр, бірақ мына жерде жылай алмай, мен кухняға барып жылап келемін. Жарайды, балам, барып жылап кел дейтінмін да. Сол сияқты мысалы әртүрлі бала өзінің деңгейі, сөйлеуі, ойын жеткізуі әртүрлі ғой. Бірақ баламен максимально көп сөйлескен сайын бала ашылады. Енді максимально көп сөйлесу опять-таки 24/7 емес, жаңағыдай бір мультфильм көріп жатқан кезде, бүгін мультфильм саған қай жері ұнады? Например, жаңағы бас кейіпкердің мына әрекеті саған ұнады ма? То есть кейде аналар сұрап жатады да, не сөйлесем сонда? Сөйлесетін дүние өте көп на самом деле. Мысалы мектепте, бүгін мектепте не қызық болды? Саған оның не үшін қызық болды? Сенде қандай сезімде болдың сен? Ол сезіммен бөліскің келді ма? Сен сол сезімді қайтадан бастан өткізгің келе ма? Деген сияқты баламен бір сөйлесе бастаса, негізі бала ашылады. Біз өзіміз сол қадамды жасау керекпіз. И сол арқылы біз балаға доступный болып алсақ, болды. Сіз жұмысыңызды жасай бересіз, бірақ балада белгілі бір сізге деген доступность болса, то есть мамам бар, ана жерде отыр, и мен мамаға бара аламын. То есть жаңа привязанность деген ұғым бар, психологияның теория привязанности. Сол привязанность балада бар болса мамасымен, болды, проблема жоқ. Ол қасыңа, мынандай да жағдай болады, Жанархан. Қасында жүреді мамасы, бірақ бала мамасына ешнәрсе айта алмайды. Өйткені мамасы эмоциональный ашық емес. Бірақ үйде физически қасында, психологиялық тұрғыда, эмоционалды тұрғыда мамасы өте алыс. Өзінің ішкі проблемасымен, өзінің жаңағыдай ойлары басқа жақта дейсіз ғой. Не здесь и сейчас, где-то там. И ол өте қатты сезіледі.
мысалы өзіңіздің де мысалы құрбыларыңызбен кездескен кезде байқаңызшы, кейбіреумен сіз ашылып контактыға көріп кірісіп кетесіз, ал кейбіреумен телефонға үңіліп отырады, басқа нәрседе вроде тыңдап отырады, бірақ өзінің ойын ойлап отырады дейсіз ғой. Иә, ол адамға сіз ашыла алмайсыз. Не то что бала, сіз ашыла алмайсыз даже. Осы жерде біздің жаңағыдай чувство виныды бәлкім кетіретін лайфхак деп айтайықшы, в кавычках, иә. Бала сізге ашыла алса, бала сізге жылай алса, бала сізге қарсылық көрсете алса, қарсылық көрсету бұл да өте маңызды. Өйткені біз ойлаймыз, мен жақсымын, маған қарсылық көрсетуге болмайды деп. Жоқ, бала қарсылық көрсететін адамы ең бірінші мамасы болу керек. Мамаға ол жоқ деп айта алу керек. Мамам маған ұнамайды, мен қызыл колготка кимеймін, ақ колготка киемін деп айту керек. Немесе сорпаны ішкім келмей тұр, мен картошка жегім келіп тұр деген сияқты, бала өзінің ойын бірінші мамасына айта алса, оның әлеуметі, қоғамы бірінші мамасы ғой. Ол ертең қоғамға да еркін шығып, өзінің отказын айта алатын болады. Бірақ біз бұндай моментте жоқ, сен қарның ашып тұр, осыны жеп ал деп одан сайын бүйтіп давить етеміз ғой мысалға. Ондай кезде енді бұл үлкен басқа тақырып болайын деп тұр. Жалпы ондай кезде қабылдау керек та оның протестін. Өйткені өзіңіз ойлаңыз, Жанар ханым, екеуміз отырмыз. Мен айтам, Жанар ханым, мен су ішкім келіп, су бер жеріңіз, сіз айтасыз маған, жоқ, кофе іш дейсіз да. Мен айтамын сізге, мен кофе ішкім келіп тұрған жоқ, мен су ішкім келіп тұр. Ал бала соны айтса егер, сіз балаға айтасыз, сен білмейсің. Сондықтан біз мойындауымыз керек, бала, сен тудың, оны сен дүниеге алып келдің, бірақ бала жеке тұлға да, ол да бөлек адам. Оның қалауы, мақсаты, ойы, көзқарасы, пікірі, сізге ұнамайтын нәрсе оған ұнауы мүмкін. Это абсолютно нормально. Бала бөлек адам деп қарасақ, бұл нәрсені мойындау жеңіл болады. Өзімізге собственность қыла алмай дейсіз ғой. И Шолақ ханым, подкасттың бір соңғы жағын, енді жаңа біз послеродовой депрессиядан бастадық қой. Әйелге не істеуге болатынын айттық деп ойлаймын. Енді бір әйелді қоршайтын, енді қасында көбінесе болатын күйеуі, енесі, сол кісілерге бір құлақ қағыс ретінде айта кетсек, мысалға әйел босанып перзентханадан келді, не істеуге болады, не істеуге болмайды, қандай поддержка берген дұрыс, қалай түсіне алу керек деген сияқты. Может, бұл подкастты тек қана келіндер емес, босанған келіншектер емес, может быть, енелері қарайтын шығар деген сияқты. Сол кісілерге бір үндеу ретінде қандай кеңес берер едік? Мысалы, үйіңізге жаңа роддомнан босанып келген келініңіз, қызыңыз, әпкеңіз біреу келді босанып, сондай жағдайда қалай дұрыс поддержка беру керек? Ең дұрыс поддержка мен саған қалай көмектесе аламын дегеннен басталады. Шамадан тыс үбектеудің де қажеті жоқ. Шамадан тыс жұмысқа немесе кәдімгі қалыпты өмірге бірден енгізіп жіберудің де қажеті жоқ. Просто адамнан сұрау. Қалың қалай, мен саған қазір қалай көмектесе аламын? Саған қазір демалу қажет болып тұр ма? Егер қандай да бір ұсынысың, өтінішің болса, мен қасыңдамын. Өзіңіз ойлаңызшы, саған осылай біреу айтып тұрса, осының өзі поддержка деп ойлаймын. Мысалға, ене, мама, апа, мен шайымды іше алмап едім, жаңа бала жылап, балаға қарай тұрсаңыз, мен шайымды ішіп алсам, болды. Сондай бір керемет бір процесс емес та оның барлығы. Ол кішкентай ғана дүниелер, бірақ адамның жанына жылулық сыйлайтын нәрселер. Адамға кішкене болса да поддержка беретін. Ең болмағанда мен душқа түсіп алайын, сен баланы қарай тұр. Болды, осы дүниенің өзі көмек болуы мүмкін де. Немесе мен бүгіндікке ыстық тамағымды іше алмадым. Немесе білмеймін, бүгіндікке тамақ пісіріп үлгермедім. Тамақ пісіруге көмектесіп жібересіз ба? Яғни әйелдің, босанып келген әйелдің дені сау, қалыпты әйел емес екенін уақытша мойындау. Оған көмек керек екенін мойындау. Психологиялық тұрғыда да, физикалық тұрғыда да. Психологиялық тұрғыда, физикалық тұрғыда. И бұл өмір бақи осылай кететін нәрсе емес. Бұл шектеулі ғана уақыт. Сіз оған өмір бойы қызмет етіп кетпейсіз, құрметті енелер, құрметті ер азаматтар. Оған кішкене ғана поддержка керек болды. И және осы жерде мына тарапқа да айтылатын дүние, қыз әйел балаларына босандым екен деп өзіңді өзің тастап жіберуге, немесе болды, маған барлығы қызмет етуге міндетті деген дүние емес. Сен ересексің, бала саған керек, саған қазір көмек керек, кішкене есіңді жиып қатайып ал, ары қарай өмір тоқтап қалған жоқ. Өмірде бәрі жақсы, жалғасып жатыр. То есть қиындатудың да қажеті жоқ. Ал егер шын мәнісінде сіз справляться ете алмайтын жағдай болып жатса, маманға жүгіну керек. Көйлек алмай ақ қой, бір орамал алма, бірақ сен маманның көмегіне жүгін. Ол сені көп алдағы келетін қиындықтардан алып шығуға
енді сол мамандықты ол оқыды ғой, көмектеседі. Рахмет. Өте Өте пайдалы подкаст болды деп үміттенемін. Көп рахмет. Осы подкастты көрген қыз-келіншектерге де пайдалы болды деп ойлаймын. Шұғыла ханымның блогына жазылып алсаңыздар болады, өте пайдалы көп ақпараттар бар. Барлық ақпаратты Шұғыла ханым туралы, блогтары туралы барлығын осы YouTube видеоның астына ссылкаларын қойып кетемін. Сол жақтан қарасаңыздар болады. Рахмет Шұғыла ханым, көргеніме қуаныштымын. Рахмет, мен де қуаныштымын.